بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار بعدد نعم الله وإفضاله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نقرأ كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين وبعلومكم آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Елшілердің төресі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянын бастаған едік. Күдіксіз яқин нұры деген кітаптан. Өткен сабағымызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның шарапатты, қасиетті, тегін, нәсабын, шежіресін айтып өткен едік. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аталарының ешқайсысы зина жасамаған, адамгершілікке жараспайтын, лайық емес адамдардан аулақ болған дегенді дәлелдедік. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аталарының ешқайсысы құл болмаған, және кәпір болмаған, адаспаған дегенді дәлелдеген едік. Дұрыс па? Сөзіміздің соңы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әкесі Абдулла, Амина анасы иншалла жаннаттық деп айтқан едік. Оған дәлелді келтірдік. Бүгін Алла нәсіп етсе пайғамбарымыздың әкесі Абдулла, Амина анамызға қалай танысады, қашан үйленеді, соған тоқталамыз. Заваджу Абдиллахи би Амината ва хамлиха. Абдулланың Амина анамызға үйленуі және Амина анамыздың жүкті боп аяқ ауру болуы. Кәна Абдуллахи ибн Абдул Мутталиб мен ахабби валади абихи илейх. Абдуллаға тоқталмастан бұрын Абдул Мутталибқа тоқталып кетейік. Баршамыз білеміз, Абдул Мутталиб дегеніміз ол есімі кім дедік? Шайбатул Хамд. Абдул Мутталиб бірнеше мәрте түс көрген. Өте көп мәрте түс көрді дейді. Ол түсінде Аллаху субханаху ва та'ала ауызы жабылып қалған, бітеліп қалған зәмзәмді көрсеткен. Зәмзәмді көрсеткен. Ол зәмзәм анау ғасырлар бойы жабық жатқан, ауызы бітеліп қалған. Бітелуінде өзінің жеке тарихы бар, оған тоқталғым келіп тұрған жоқ. Міне Алла тағала Абдул Мутталибқа сол зәмзәмнің қай жерде жатқанын бірнеше рет түсінде көрсетіп баяндаған. Кейін Абдул Мутталиб сол Алла тағаланың көрсеткен түсімен зәмзәмнің аузын ашады, құдықты қайтадан қазады. Қазып болған сәтте Абдул Мутталибтің ағайындары көп қой, Хашимнің баласы бар. Естеріңізде ма? Абдуманафтан Әл-Мутталиб келеді, Хашим келеді. Хашим баласы кім деп қояды? Әл-Мутталиб деп қояды, сосын Абдул Мутталиб болады. Бірнеше ағайындары көп қойын, туысқандары. Солардың барлығы бағана құдыққа, яғни зәмзәм суына жармасады, таласады. Әрбірі өзіне алып қалуды тырысады. Бірақ Абдул Мутталиб бұл менікі дейді.
Менікі деген сөз менің меншігім емес, менің атым беріледі, менікі болады. Бірақ бұны халыққа мен тегін берем. Бірақ менің атымда болады дейді. Сонымен бағанағы ағайындары көп. Абдул-Мутталиб болса жалғыз, қараса бағанағы ағайындары Абдул-Мутталибті жеңіп кетейін деп тұр. Басып кетейін деп тұр да. Жалғыз болғаннан кейін әлсіздігін сезінеді, міне сол жерде тұрып нәзір етеді. Нәзір дегеніміз шариғат жүктемеген нәрсені Алланың есімімен жүктеп алу. Өзіңе міндеттеп алу. Я Раб, егер мен емтиханнан өтсем, сенің ризалығың үшін, сен үшін мен бір малды құрбандыққа шалам. Сөйтіп міндеттесең болды, бағанағы нәрсең саған уәжіп болып қалады, істемесе күнәһар боласың. Абдул-Мутталиб не деп нәзір етеді? Я Раббым, сен маған 10 бала нәсіп етсең, соның 10-шысын сен үшін құрбандыққа шалам дейді. Соның 10-шысы кім болады? Абдулла болады. Абдулла болады 10-шысы. Ал құрбандыққа шалу қайдан келді? Құрбандыққа шалу арабтарда анау Исмаил алейхиссаламнан жалғасып келе жатқан сүннет екен. Исмаил алейхиссаламнан жалғасып келе жатқан сүннет. Сол себепті не істеді? Адам атын немесе адаммен құрбандық шалам деді. Әлбетте бұл ислам шариғатында жоқ, бірақ ол бағанағы Исмаил алейхиссаламнан қалған шариғат немесе сүннет десек болады. Сол себепті немесе сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бүйтіп айтқан сахих хадисінде ана ибну забихайн деген, мен 2 құрбандықтың баласымын деп айтқан. Мен 2 құрбандықтың баласымын. Біріншісі ол өзінің әкесі Абдулла құрбандыққа шалынбақ болған. Қазір оны тоқталамыз. Екіншісі кім? Енді атасы Исмаил алейхиссалам құрбандыққа шалынған. Осылайша пайғамбарымыз қайдан келіп тұр сонда? 2 құрбандықтан аман келіп тұр, емес 2 құрбандықтың нәтижесі дейді. Яғни ұстазымыз дейді, Алла тағала пайғамбарымыздың шығуын қалаған белгісі Исмаилді құрбандыққа шалған. Сосын Абдулланы құрбандыққа шалған. Нәтижесінде кім шығып тұр дейді? Кім келіп тұр? Адамзаттың ардақтысы, нұрдың нұры пайғамбарымыз келіп тұр. Исмаилға тоқталатын болсақ, Құранда аятты зерттеп қарасаңыздар, тек Исмаил алейхиссалам емес, оның ағасы кейіннен дүниеге келген кім? Сарадан туған Исхақ, ол да құрбандыққа шалынған дейді. Бірақ ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аузынан шықпаған. Ол кісі ол жайында мағлұмат айтпаған. Сондықтан біз оны я деп те айта алмаймыз, жоққа шығара алмаймыз. Себебі осы әңгіменің төркіні Исраилат болып есептеледі екен. Исраилат дегеніміз еврейлердің ислам дініне кіргізген әңгімелері. Онда әңгімелердің үкімі шариғатта қандай? Сенбейміз, жоққа шығармаймыз. Исхақ алейхиссалам да құрбандыққа шалынған. Бірақ оның құрбандыққа шалынуы кімнен кейін дейді? Исмаилдан кейін. Түсініңіздер ма? Сондай риуаят дерек бар екен. Исхақ алейхиссаламдан істелінген құрбандыққа шалынған. Ол да шалынған кезде Исмаил алейхиссаламға Алла тағала не берді? Фида берді. Фида дегеніміз не? Құрбандыққа шалатын нені берді? Малды берді. Тура сол сияқты Исхақ алейхиссаламға да фида берген. Фида дегеніміз шалынатын малды берген. Исмаил алейхиссалам құрбандыққа шалынды. Білесіздер, иә? Ибрахим алейхиссалам түс көреді. Ақидада өтесіздер. Бұл ақиданың бір қағидасының бірі сенім саласындағы. Пайғамбарлардың түсі сізбен біздердің түсіміз сияқты емес. Сізбен біздің түсіміз жын шайтан. Ары кетсе сол. Арасында енді әулие болып қалмасақ, ғалым болып қалмасақ, оларға басқа түс кіреді кішкене. Нурани түс дейді. Нұр түс кіреді кейде. Ал нәпсімен әлек болып жүрген пендеге шайтани түс кіреді көп жағдайда. Немесе көрген нәрсесін қайталайды. Ал пайғамбарларға ешқашан шайтани түс кірмейді. Сосын көрген нәрсесін ешқашан қайталамайды олар. Оларға түс не болып келеді? Вахи болып келеді.
Сондықтан ол кісілер түске амал етеді. Түстен үкім алады. Біз түстен үкім алмаймыз. Түсінікті ма? Түсімде мынандайды көрдім деп істеп жүрмейсіздер. Бізде не бар? Үкім алатын шариғатымыз бар. Түсіміз біздің үкім алынбайды. Бірден Исмаил алейхиссаламға не деді? Ей балаш, мен сені түсімде көрдім, құрбандыққа шалып жатқанымды деді. Исмаил алейхиссалам нені көрсетті? Кемел иманның нышанын көрсетті дейді. Имандылықтың жоғарғы деңгейін көрсеткен. Әкешім, қалай ол? Мен сенің баламмын, адаммын, өмір сүргім келеді. Сен анау түсіңде кішкене қателесіп қалған жоқсың ба? Деген уәж айта алар еді. Әкешім, сен кішкене дұрыс емес нәрсе айтып отырсың ғой. Қалай адамды сен құрбандыққа шаласың? Жоқ, ондай қарсылық, наразылық, сұрақ қоймаған. Неге? Себебі бағанағы пайғамбар қандай түс көрмейді? Жын шайтан түс көрмейді. Алла саған соны бұйырған болса, орында сатаджидуни иншаллаху минас сабирин, сабырлық қылғандардың қатарынан табасын деді. Алла деді ме, бітті. Нәтижесінде әдетте ол өтеді негізі. Жүзі майысып қалсын, пышақ негізі өткір болады. Байқайсыздар ма? Жарамайтын пышақ деп лақтырып жібересің ғой. Бірақ кейде бір нәрсені кешіп жатқан кезде кесіп тіліп түседі. Таңғаласың, өтпейтін пышақ еді ғой деп. Пышақтың Алла несін алып тастаған? Хаул мен қуатын алып тастаған. Хаул, қуат дегеніміз пышақтың несі, қуаты бар, кесетін. Соны Алла не істеген? Алып тастаған. Қанша тартса да өтпеген. Неге? Себебі қуаттың күші кім? Алла. Кейін Алла тағала Абдул-Мутталибқа 10 баланы нәсіп етті. Енді 10 баланың барлығы бір әкеден ба, бір анадан ба? Жоқ. Бір анадан емес. Бір анадан және бір әкеден, ол туғаның сенің. Кім екен? Абу-Талиб болып келеді екен пайғамбарымызға. Бір әкеден, бір анадан. Кім? Абу-Талиб көкесі. Кейін не істейтін? Өзіне қамқорлық қылып алып, бағып қағып, өмірінің соңына дейін жәрдем берген. Қолға атын алған, тас болып тұрған, тіреу болған Абу-Талиб, білесіздер, ол бір анадан екен, және бір әкеден. Шақиқ дейді, оның не дейді? Туғаны дейді. Әл Аббас болса, тағы басқа 9 ағайыны бар ғой, олар не екен? Әртүрлі анадан, немесе әртүрлі әкеден. Түсіңіздер ме мағынаны? Бұл жерде әртүрлі анадан. Ал бір анадан, бір әкеден болған Абу-Талиб. Абдул-Мутталибті айтып кеп, не істейді енді? Нәзірді орындау керек. Берген сөзді орындау керек, құрбандыққа шалады. Ал Абдул-Мутталиб, Абдулла болса, Құрайыштың арасында, және ағайындарының арасында ең сүйіктісі болған. Алла сондай қылып қойған. Бәрі жақсы көреді оны. Абдулла десе бәрі шкенасын жерге қояды. Қимайды. Абдул-Мутталиб нәзір етіп қойғаннан кейін нәзірін орындайды, нәзірін. Халық не істейді? Қимайды. Сонымен бұның шешімін табу керек. Сөйтсе сол кезде даналардың ең үлкені бір қарт әйел бопты. Сол кісіге барғанда шешімін тапқан. Адамның құны сендерде нешеу еді? Адам өлтірген кезде құнын немен өтейсіңдер? 10 түйе деген екен. Олай болған болса, 10 түйені алып келіңдерді, Абдулланы қойып, осы екеуінің арасына не жүргізіңдер? Жеребе тастаңдар. Егер Абдуллаға шықса, бағанағы 10 түйенің үстіне 10 түйе қоса бересіңдер. Абдуллаға шықса не істей береді? 10 түйені қосып арттыра береді. Осылайша Абдуллаға жеребе шыға береді. 100-ге жеткен кезде бағанағы тастаған жеребе қай жаққа түседі? Түйеге түседі. Осылайша тарихта және ислам тарихында адамның құны немен бекітілді? 100 түйемен бекітілген. Міне, бұның барлығы кездейсоқ, судфа деп ойлайсыздар ма? Анаға соғылды, мынады, сөйтіп бір жарылыс пайда болды дейді ғой, бұл әлемнің пайда болуы. Солай деп ойлайсыздар ма? Жоқ, бұның барлығы Алланың ісі. Себебі кейін шариғат соны не істеді? Соны сол қалпында қалдырып, адамның құнын немен төлейтін болдық? 100 түйемен есептейтін болдық.
Демек, Абдулланың солай сынаққа түсу, құрбандыққа шалыну бекерден бекер емес. Кім шығу керек одан? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шығу керек. Міне осылайша Абдулланы аман алып қалды. Содан кім келді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келді. Зәмзәм кімнің қолында қалды? Абдул-Мутталибтің қолында қалды. Сол кісінің атымен ел қолдана береді. Түсініңіздер ме? Абдулланың шекесінде ол көп кітаптарда келмейді. Мына кітаптың өзінде де жоқ. Абдулланың шекесінде Амина анамызға үйленерден бұрын баламалы емес, астырмалы емес, шынайы мына жерінде нұр болған дейді кәдімгідей. Кәдімгідей мына жердің шекесінде нұр шығып тұрған. Ол нұр қашанға дейін жалғасқан? Амина анамызға үйленгенге дейін. Яғни Амина анамызға үйленеді, екеуі оңаша қалып бағана қосылады. Қалай қосылады? Қосылған түні жоқ болып кеткен нұр. Ол нұрды көрген меккелік және құрайыштық мен деген сұлу әйелдер, қыздардың өзі Абдулланы шақырып азғырмақ болған. Тікелей мағынада астырмалы емес, баламалы емес, кәдімгідей. Бағанағы нұрға ие болып қалсам деп, бағанағы нұрдың қонсамаған деп тырысқан, зинаға шақырған. Ал біз бағана айттық, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аталарының ешқайсысы арсыздық жасамаған, зина жасамаған. Оны өткенде хадисінде айтып кеткен едік. Әна мен хиярин, мен хиярин, мен хияр. Мен таңдаулының ішінен шыққам, таңдаулымын деген. Таза некеден келдім. Арсыздықтағы, надандық кезіндегі арсыздықтан тумадым деп айтқан. Абдулла не істеген? Жоқ, Алла сақтасын деп, ондай әрекетке бармаған. Амин анамызға қалай қосылады, сол түні жоқ болып кетті дейді ол нұр. Кейін Амин анамыз аяғы ауыр болып жүкті болған кезде көптеген түс көрген. Сол түстерін Амин анамыз өзі жеткізген. Сол түстердің бірі, мен босанған кезде құрсағымнан нұрдың шыққанын көрдім деген. Сонда бағанағы риуаят бір-бірін не істеп тұр? Қуаттап тұр. Ол нұр батыс пен шығысты не істеді деген? Бөлеп жерді. Нұрына шомылдырды немесе нұрымен басып алды деген. Кәна Абдулла ибн Абдул-Мутталиб min ахабби валади абиhi илейхи. Абдул-Мутталиб бағанағы 9 баласынан қарағанда Абдул-Мутталибті қатты жақсы көрген. Фазауважаху Аминату бинту Вахбин ибн Абдуманафин ибн Зухра ибн Килаб. Амин анамыз үйленеді. Васиннуху 18 сана. Амин анамыз үйленген кезде Абдулланың жасы 18-де болған. Бұл кітаптың жеткізу бойынша. Осы кітаптың авторының иждихады бойынша 18. Бір кітаптарда 25 деп келеді. Ол кішкене ақиқаттан алыстау дейді. Бірақ онда риуаят бар. 25 деген сәл алыстау дейді. Келмейді кішкене қисынға. 18, не 17, не 19 ары кетсе 20-дан төменгі жаста. Яғни 20-ға жетпейді. Кімнің жасы сондай? Абдулланың. Амин анамыздың жасы сондай болған дейді. Ары кетсе 16, 17, 18 жас болған дейді. 25 деген қисынға келмейді дейді. Бірақ сондай риуаят бар, біліп жүріңіздер. وهي يومئذ من أفضل نساء قريش نسبا وموضعا. Ал Амин анамызға келетін болса, Құрайштың ішінде ол кісі тегі жағынан да міне. Амин анамыздың тегі жағында да не бар? Шарапаттылық бар. О алатын орны да сондай, мәртебесі де жоғары кісі. Өткенде айттық қой, пайғамбарымыздың аталары да қандай адамдар? Текті адамдар, аналары да, апалары да не болған? Текті болды деді. وَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا حَمَلَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ. Абдулла Амин анамызға қосылған кезде бірден жүкті болып аяғы ауыр болады. وَلَمْ يَلْبَثْ أَبُوهُ أَنْ تُوفِيَ بَعْدَ الْحَمْلِ بِشَهْرَيْنِ. Қалай Амин анамыз жүкті болады? 2 айдан кейін ақ 2 ай өткен. Кім қайтыс болады? Абдулла қайтыс болады. Абдулла қайтыс болады. Қанша мерзімнен кейін? 2 айдан кейін. 2 ай. Әлі не болмады? Бұл айтқанда бал айы бітпеген, әлі қызық бітпеген.
Жаңа өмір бастады, сол жаңа өмірдің дәмін толық сезіп үлгерген жоқ. 2 ай өтті, өмірден өтіп кетті. وَدُفِنَ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ أَخْوَالِهِ بَنِي عَدِي ibn Najjar. Қай жерде жерленді? Өзінің нағашыларында. Нағашылары қай жақ еді? Мәдиналық Наджар әулетінде жерленеді. Ол жақта не істеп жүр? Жалғастырайық. فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ ذَهَبَ بِتِجَارَةٍ إِلَى الشَّامِ. Білесіздер, Құрайш 2 мерзім немесе жылында 2 маусым не істеп тұратын? Шамға сауда үшін барып тұратын. Осылайша Құрайш не істеген? Саудаға шыққан Абдулла сол саудамен немесе сол керуенмен бірге неге шығып кеткен? Шамға жолға шыққан. فَأَدْرَكَتْهُ مَنِيَّتُهُ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ رَاجِعٌ. Осылайша Мәдинаға барған кезде бір риуаятта, мына кітапта қайтып келе жатқанда ауырып қайтыс болды дейді. Біріншісіне тоқталайық. 2 ай, мына жерде 2 айдан кейін қайтыс болды дейді. Қайтып келе жатыр дейтін болсақ, ол көз қараста бар, оны да жоққа шығармаймыз. Бірақ дұрысырағы бара жатқанда. Неге? Себебі қайтып келетін дейтін болсақ, 2 айда үлгермейді ол. Себебі Мәдинаның өзіне жолымен барам дегенше 2 ай уақыт өтіп кетеді. Ары қарай Шам бар, Шамға барып жатасың, саудаңды аласың, қайтып келем дегенше жоқ дегенде жолда 4-5 ай өтеді. Түсініңіздер ме? Ал мына жерде Абдулла қашан қайтыс болды дейді? 2 айдан кейін қайтыс болды дейді. Демек, бағанағы бара жатқанда деген көзқарас дұрысырақ. Түсініңіздер ме? Сонда Мәдинаға жетеді, нағашыларына барады, сол жерде ауырып қайтыс болады. Қай жерде жерленген? Өткенде сабақта айтып кеткем, Мәдина мешіттің негізі не жағында жерленген? Бағанағы батыс жағында жерленген екен. 80 жылдарға дейін, тіпті 83 жылдарға дейін Абдулланың, пайғамбарымыздың әкесінің қабірі белгілі болған, зиярат етілетін. Кейін мына салафилер келгеннен кейін адамдар соған табынып кетпесін, Аллаға серік қоспасын деген оймен түнде ешкімге көрсетпей жасырын сол жатқан жерінен көшіріп қайда апарып тастаған? Бақиққа апарып жерлеп тастаған. Ал қазір нақты ол кісінің қайда жатқан беймәлім, ешкім білмейді. Сол жерде бағанағы көшіру амалына қатысқан, көшіру жұмысына қатысқан, қабірін қазған кезде сол жерде тұрған адамдардың аузынан жеткен сахих хабар, ол кісі қалай жатты де сол қалпында жатқан. Денесі бұзылмаған, шірімеген, сасымаған, сол қалпында жатқан. Көрген адамның аузынан жеткен хабар. وَلَمَّا تَمَّتْ مُدَّةُ حَمْلِ آمِنَةَ وَضَعَتْ وَلَدَهَا. Демек, не деп айттық? Бара жатқанда дұрысырақ дедік. Я, келе жатқанда кішкенде қисынсыз көп уақыт керек. Пайғамбарымыз дүниеге келді. Қалайша Амина анамыз Алланың қалауымен әдеттегі әйелдер сияқты көтерді ме? Жоқ, о жерге тоқталып кетеді. Әдеттегі әйелдер аяғы ауыр болған кезде көптеген проблемалар, көптеген проблема демек қойын, көптеген көтерудегі, баланы көтерудегі қиындықтар басталады. Жеріктігі басталады, анау бар, мынау бар, құсады, тамақ талғайды, жаңағы жеріктігін басу үшін бір нәрсені әкелтеді, анау дейді, мынау дейді. Өте қиын. Сол қиындықтардың біреуі Амина анамызда болмаған. Біреу болмаған. Әдеттегі әйел іші үлкейіп, бала өскен сайын аяғы ауырлап жүре алмай қалады бүйтіп. Артқа шалқайып қалады бүйтіп. Қиын болады қозғалысы. Амина анамыз бүйтіп айтқан. Мен пайғамбарымызды көтеріп жүргенде бағанағы салмағы үлкейіп, ішім өскен сайын жеп-жеңіл болып ұшып жүре беретін дейді. Жеп-жеңіл болып. Ешқандай ауыртпашылық сезінбейтін деп айтады. Әйелдердің көретін қиындықтарының ешбірін көрмедім дейді. Ешбірін көрмеген. Жерік болу, құсу. Біреулер өзінің пісірген тамағын жей алмайды, біреулер. Біреудің тамағын жегісі келіп тұрады. Ондай қиындықтарын біреуін көрмеген. Неге? Себебі кімді көтеріп жүр? Нұрдың нұрын көтеріп жүр. Осылайша әлем тұтастай түгелдей бұл әлем осындай берекелі баланың дүниеге келуімен сүйіншіленді дейді. Сүйіншіленді дегенде бізге жеткізді ме?
Мәдинада сондай адам немесе сондай бала дүниеге келді деп мағынасы бұл жерде әлемді айтып жатыр. Әлем неден тұрады? Жындардан тұрады. Әлем неден тұрады? Адамдардан тұрады. Әлем неден тұрады? Бізді қоршаған жануарлардан, сосын ағаштардан, шөптерден тұрады. Осылардың барлығы ол баланың, яғни кім? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дүниеге келгенін бәрі естіген. Бәрі сүйіншіленген. Себебі барлығы неде болған? Күтуде болған. Тек қана біз ғана күтпегенбіз ғой. Біз ғана ол кісінің дүниеге келгенін білмегенбіз. Ал бізден басқа жануарлар, мына тілсіз жатқан дүниенің барлығы қуанған. Кімнің келгеніне? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның келгеніне. Аллази басса фи арджаихи рухул адаби ва таммама макаримил ахлақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келгеннен кейін не істеді? Бізге көркем мінезділікті жеткізді, әдеп деген нәрсені үйретті. وقد حقق المرحوم محمود باشا الفلكي أن ذلك كان صبيحة يوم الاثنين 9 ربيع الأول الموافق لليوم 20 من إبريل سنة 571 من الميلاد وهو يوافق السنة الأولى من حادثة فيل. Пайғамбарымыз қашан келді дүниеге? Піл оқиғасында, немесе піл жылында. Неге? Себебі сол жылды тарихшылар, немесе жалпы сол заманда өмір сүргендер сол жылды не деп атап кеткен? Піл жылы деп. Себебі 60 күн бұрын пайғамбарымыз дүниеге келерден 60 күн бұрын қандай оқиға болған? Піл оқиғасы болған. Сондықтан сол жылды жалпылай қандай жыл деп атаған? Піл жылы. Демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам піл жылында дүниеге келген. Піл оқиғасынан кейін неше уақыт? 60 күн, 2 айдан кейін дүниеге келген. Мысырлық астрономиялық ғалым Махмуд Баша деген кісі. Мына 90-шы жылдардың аяғына қарай, 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген кісі Махмуд Баша деген астрономиялық ғалым. Ол енді жаңа астрономиялық нелерге сүйене отыра мынандай дерек айтқан. Сол кісінің зерттеуі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам піл оқиғасынан кейін және піл жылында туған. Ол бағанағы есептейтін болсақ, астрономдық есептен есептейтін болсақ, 571-ші миладиде туған дейді. 571-ші. Қай айда? Жылы түсінікті болды. 571. Қай айда? Сәуір айында. Сәуір айының 20-ші жұлдызы. Сәуір 20 деген сөз. Қай күні? Біздің дүйсенбі, арабтардың екінші күні, яумул иснейн, таң атқан кезінде дүниеге келген деген зерттеуді айтқан. Түсінікті ма? Енді біз пайғамбарымыздың туған күнін қашан тойлатамыз? Рабиул ауал 12-ші күні. Ал бұл кісі 9 деп айтқан. Бір жерлерде 8 деген, бір жерлерде 11 деген. Демек, пайғамбарымыздың дүниеге келген күні нақты емес, таласты. Бірақ көпшілік жер бетіндегі ғалымдарымыз, мұсылмандар неге келісті? Рабиул ауал айының 12-ші күні деп келіскен. Түсініңіздер ме? Енді бұл кісінің ізденісі. Сосын, қай айда туды дейді? Сәуір айында. Құран қай айда түсті? Рамадан айында. Дұрыс па? Раджаб, Шабан, Рамадан, Шауал. Рамадан айында түскендіктен Рамадан айының мәртебесі көтерілді ме, көтерілген жоқ па? Көтерілді. 12 айдың төресі патшасы емес па? Солай ма? Солай. Ол айдың өзінің деңгейі басқа. Ерекшелігі бар. Солай ма? Алла тағала ол айды не істеді? Көтеріп тастаған. Неге? Құран түскен. Ал Құранда алып келген пайғамбарымыздың туған айы қандай болады? Тура сондай мәртебеге болады. Сәуір айында қалған айда несі болады дейді? Мәртебесі жоғары болады. Мысалы, аптаның 7 күндік немесе бір аптаның қай күні сұлтаны? Жұма. Дұрыс па? Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келген айы не болады? Тура сол сияқты мәртебеге ие болып, қалған айлардың несі болады дейді? Патшасы болады дейді. Сұрақ. Осы айда әлем жаппай бір күнді атап өтеді. Неге сол аталатын нәрсені осы айда атайды? Осында отырған баршамыз соны орындаймыз. Біліп не білместен.
Алланың алдына ертең барып сол әрекетіміз үшін жауап беретінімізді білмейміз. Неге? Себебі біз пайғамбарымыздан өте алыспыз. Сәуір айының 1-ші күні қандай күн деп атаған әлем бойынша? Өтірік айту, алдау күні деген. Неге? Себебі сол айда ең шыншыл адам дүниеге келген. Ең шыншыл адам дүниеге келген. Кім? Әмин келген. Аузынан ешқашан өтірік шықпайтын адам келген. Демек, осы күнді ойлап тапқандар не істемек болған? Өздерінің жауын жоққа шығармақ болған. Қай мағынада? Өтірікке шығарғаны кім? Олардың иман етпей өтірікке шығарғаны кім? Пайғамбарымыз қай айда туылып тұр? Осы айда туылғандықтан ол айда не істеді? Біріне қойып қойған. Көрдіңіздер ме? 15 емес, 30 емес, ортасы емес. Бірі. Неге? Тұтасты сол айда туылған пайғамбарымызды неге шығару үшін? Өтірікке шығару үшін. Оның айтқан сөздерінің барлығы не? Өтірік. Мен сенбеймін дегенді білдіреді. Демек, сол айдың басында сіз өтірік айтып жүрген болсаңыз, пайғамбарымыздың айтқанына сенбей жүрсіз деген сөзді білдіреді дейді. Міне, көрінгенге жабысамыз. Мейрам деп көрінген нәрсені тығамыз. Тарихын білмейміз. Сөйтсек, астында не жатыр? У жатыр. Аузынан ешқашан өтірік шықпаған. Қалжыңдағанның өзінде де ақиқатты айтып қалжыңдайды. Көрдіңіздер ме қандай қарама әдейіс деп қойғанда? Сен мұсылмансың, білмейсің, өтірік айтып жүрсің. Кім туған айда? Өтірікті харам қылған, өтірікті күнә қылып кеткен, өтірік айтуға болмайды, мұсылманға жараспайды деп келген елшінің туған айында айтып жүрсің. Міне, қарама қайшылық. Сол себепті біз ол айда сақ болу керекпіз. Бағанағы әрекетімізді тоқтату керекпіз. Бауырым, олай айтпа. Неге? Бұл айда пайғамбарымыз дүниеге келген. Себебі мынандай деп тоқтату керекпіз. وَكَانَتْ وِلَادَتُهُ فِي دَارِ أَبِي طَالِبٍ بِشِعْبِ بَنِي هَاشِمٍ. Енді қай үйде туды? Қай жерде босанды? Қай жерде кіндік қан тамды? Соған тоқталайық. Себебі бағана айтып кеттім ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол өзге пайғамбарлар сияқты емес. Ол адам, бірақ өзге адам сияқты емес. Набиюн калайса кал анбия, башарун лайса кал башар деген. Адам өзге адамға ұқсамайды. Пайғамбар өзге пайғамбарға ұқсамайды. Сондықтан ол кісінің өмірінің барлығы өзгеше болады. Міне, Әмин анамыз көтергенде өзгеше көтерген. Демек, босанған кезде әдеттегі әйел сияқты босана ма? Жоқ, ол жерде де сыр бар. Қай жерде босанды, қай жерде дүниеге келді? Абу Талиптің бағанағы ауласы. Үлкен ауласы, үй деп айта берейік. Ол жалпы кімдікі? Бәни Хашимдікі. Босандырып алған. Пайғамбарымызды дүниеге алып келген кезде қатысқандар кімдер? Әлбетте әйел адамдар ғой. Еркектер қатыспайды. Кім қатысты? Ваканат қабилатуху, қабила дегеніміз босандырып алатын әйел. Әш-шифа немесе әш-шаффа. Кімнің анасы? Танмал. Ең бай болған. Керуеннің аяғы Меккеде болса, басы Мәдинада болған кім? Абдуррахман ибн Ауфтың анасы Әш-шифа не істеген? Босандыруға немесе босану процесіне қатысқан кісінің бірі. Келесі. Қатысқандардың бірі әлбетте Әмин анамыз бар. Сосын кім? Пайғамбарымыздың сүт анасы болып есептеледі. Қамқоршысы болып есептеледі. Бір жағынан сыйлық, мұра болып есептеледі. Ол кім? Умму Айман Баракал Хабашия. Ол әкесінен Абдулладан пайғамбарымызға мирас болып өткен күн. Кімнен келген? Абдул-Мутталиптен келген. Оның оқиғасына тез тоқталып кетейін. Абдул-Мутталипті білесіздер. Өте зерек, дана кісі болған. Сыртындағы мына көрініп тұрған айбарлығы, айбаттығы дейді ғой, мысы. Өте ауыр кісі болған. Меккеге кім шабуыл жасайды? Бағанағы түйемен. Абраха, дұрыс па? Сол шабуыл жасамастан бұрын Меккенің төңірегінде жайылып жүрген бір топ немесе бір үйір дейміз, түйені көпшілігі не дейді? Сол түйелердің барлығын айдап
айдап алып кетіп қалған. Ол кімдікі еді? Абдул-Мутталибтікі. Абдул-Мутталиб іздеп, соңында сұрастырса, кім айдап алып кеткен? Бағана Абраха. Барады. Барған кезде Абраха өзінше патша ғой енді ол. Мында тақта отырған екен. Абдул-Мутталибтің кіріп келгенін көрген кезде, Абдул-Мутталибтің сыртындағы мына мысы бар ғой, айбарлығы, айбаттылығы. Соны көріп, мына тақтан түсіп жерге отырған екен. Битіп тақта отырып, Абдул-Мутталибті аяғының астына, ана өзінен төмен жерге отырғызып қойып, битіп үстінен сөйлемеген, сөйлей алмаған. Кейін Абдул-Мутталиб кеп, екеуі міне жерде бір деңгейде отырып сөйлескен. Сосын Абдул-Мутталиб айтады: "Ей пәленше, менің түйемді қайтар" дейді. Сонда Абраха айтады: "Мен сенің кіріп келгеніңде сенің мысыңды көріп, бағанағы айбаттылығыңды көріп, орнынан түскен едім. Мына сөзің сол сипатыңа жараспай қалды, сипатыңа сай келмей қалды. Сен болмайтын бір дүниені сұрап тұрсың" деген сөз айтады, сын танытады. Сонда Абдул-Мутталиб бүйтіп айтады: Абраханың сөзінің жалғасы. Сен ана түйеңді сұранша Меккені, Кағбаны тиіспе, оған зақым келдірме деп неге сұрамайсың? Деген сөз айтқан ғой. Сонда Абдул-Мутталиб айтқан: "Түйемді қайтар. Түйенің иесі менмін, Кағбаның иесі кім? Оның жаратушы Раббысы бар, өзі қорғайды" деген. Ол сөзді естіген кезде бағанағы айтқан сөзін қайтарып алады. Қайтадан не істеген? Дәлел өзіне дәлел деген, яғни өз-өзіне дәлел тұр. Кімнің? Абдул-Мутталибтің анау-мынау бекер адам емес екенін көзі жеткен. Содан разы болғанына алдында жүрген, қызмет жасап жүрген Умму Айман Хабаша, Умму Айман Барака деп аталады есімі. Әл-Хабашияны, Хабашия дейміз эфиопиялық, кішкене қаралау келген, қоңырлау келген күнді не істейді? Разы болған үшін ризалығын білдіріп кімге беріп жібереді? Абдул-Мутталибқа береді. Кейін сол күн Хабашиялық, эфиопиялық Умму Айман Барака әл-Хабашия кімге өтеді? Мирас болып кімге өтеді? Абдуллаға өтеді. Абдулла көп өмір сүрген жоқ. Ары кетсе қанша өмір сүрді? 18 жас, 19 жас. Содан сол бағанағы мирас кімге өткен? Кімге өткен? Бағанағы пайғамбарымызға өткен. Демек сол кісіде неге қатысып тұр? Пайғамбарымыздың босану рәсіміне немесе туатын жеріне қатысқан. وَلَمَّا أُولِدَ أُرْسِلَتْ أو أرسلت أمه لجده تبشره فأقبل مسرورا وسماه محمد. Қалай дүниеге пайғамбарымыз келген кезде Әмин анамыз қуанып, сүйінші аттандырады. Бағана сүйінші хабарды жеткізетін хабаршыны жібереді. Кімге? Атасына, Абдул-Мутталибқа. Естіген кезде атасы пайғамбарымыздың есімін кім деп қояды? Мұхаммед деген есіммен қояды. Ал ол есімді қою себебі дейді, есім қою себебі. Оған Алла тағала не істеген дейді? Мұхаммед деген есімді қой деп илһам еткен дейді. Оған дәлел, Мұхаммед деген есімді қойған кезде Аминаны естімеген оны. Естігеннен кейін атасын айтқан екен. Сонда қайынатасы ғой, Абдул-Мутталиб айтқан екен: "Сіз бұл есімді қайдан таптыңыз? Мен бұл есімді түсімде көрдім" деп айтқан. Кім? Амин анамыз. Бірақ оны мен түсімде сонда есімді көрдім деп кімге айтпаған? Абдул-Мутталиб айтпаған. Нені білдіреді сонда? Есімнің өзін Алла не істеген? Таңдап қойғызған. Себебі сол ғасырда, сол сәтте араб жазирасы дейді ғой, араб аралында Мұхаммед деген есім танымал емес еді дейді. Ешкім білмейтін. Бірақ тарихшылар 4 адамды алып келген. Мұхаммед есімді 4 адам болған дейді. Біз жаңа айтып кеттік қой, ешкім ондай есімді білмейтін, танымал емес еді. Бұл адамдар қалай Мұхаммед деп балаларын қойды? Сөйтсе зерттеп қараса, бұлар күткен дейді. Нені күткен? Себебі барлық адам күткен. Әлбетте кімдер? Әхлі китап, бағанағы еврейлер, христиандар, кішкене сауаттылар нені күткен? Бұл сәт немесе осы мезгіл кімнің келетін мезгілі? Соңғы пайғамбардың келетін мезгілі. Оның есімі кім болады? Мұхаммед есімді болады деген қайда келтірілген? Қайда баяндалған? Тауратта, Инжилде баяндалған. Соны оққан ғалымдар, соны оққан манақтар, сауаттылар не істеген екен? Үміттеніп, менің балам боп қаламау деп баласын кім деп атаған? Мұхаммед деп атаған. Түсінікті ме? Сол үшін бағанағы адамдар болған. Әйтпесе ол есім танымал емес еді дейді.
ولم يكن هذا الاسم شائعا قبل عند العرب. міне арабта бұл есім кең таралмаған еді. ولكن أراد الله أن يحقق ما قدره وذكره في الكتب التي جاءت بها الأنبياء كالتوراة والإنجيل. бірақ алла өзінің қалағанын іске асырғысы келді, себебі ол есімді қайда баяндап кеткен еді? Таурат, Инжилде баяндап қойған. فألهم جده أن يسميه بذلك إنفاذا لأمره. осылайша алла тағала атасы Абдул-Мутталибқа сен бағанағы немереңнің есімін кім деп қой? Мұхаммед деп қой деп илхам еткен. وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه عبد الله وأول من أرضعته ثويبة أمة عمه أبي لهب. енді қараңыздар, босануына тоқталайын. Босанған кезде әдеттегідей бағана қарапайым әйелдердей Әмен анамыз ешқандай қиындық көрмеген. Білесіздер ғой, адамнан адам шығу ол өте қиын нәрсе. Оны еркектер ешқашан түсінбейді, басына салмағанша. Бірақ ол мүмкін емес, еркектің басына ондай сынақты салмайды. Әйелге жазылған нәрсе ол. Адамнан адам шығу қиын. Мына жамбастың айырылып бүйтіп қайтып орнына келу ол Алланың құдіреті. Ал Әмен адамыз ондай қиындық болды ма? Ешқандай қиындық болмаған. Сосын пайғамбарымыз дүниеге келген кезде фиқхты білеміз. Екі қан бар. Кімге қатысты? Әйелдерге қатысты екі қан бар. Еркектерде ондай қан жоқ, Аллаға шүкір. Бірінші қандай қан? Хайыз етек кір дейді. Екіншісі қандай қан? Бала босанған кезде баланың артынан дем болып шығатын нефас қан. Нефас сөзінің мағынасы не? Дем алу деген білдіреді. Себебі бала шыққан кезде құрсақ не істейді? Дем алады. Содан бағанағы қанды не деп атап жерген? Нефас деп атаған. Сол қан пайғамбарымызда болған ба? Болмаған дейді. Пайғамбарымыз тап-таза туған. Ешбір қансыз. Себебі ол пайғамбар, бірақ өзге пайғамбарлар сияқты емес. Ол адам, бірақ өзге адамдар сияқты емес. Қан көрмеген. Келесі. Әдеттегі біз дүниеге келерден бұрын ананың құрсағында жатқанда, ананың құрсағында жатып, ананың жеген нәрсін азығымен не істейміз? Азықтанамыз. Қалайша? Кіндік арқылы. Осылайша өмір сүреміз. Сосын дүниеге келеміз, уақыт келген кезде. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам олай болмаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кіндіксіз туған. Кіндіксіз, кіндігі кесіліп туған. Нені білдіреді дейді? Ол кісі Әмен анамыздан азық алмаған дейді. Сонда ол кісіні адамның ішінде сақтап, өсірген, дамытқан, тіршілік беріп тұрған кім дейді? Алла тағала өзі дейді. Неге? Құдіретін көрсету үшін. Себебі әкесіз дүниеге келген кім? Әкесіз дүниеге келген кім? Иса алейхиссалам. Анасыз да әкесіз де дүниеге келген кім? Адам алейхиссалам. Енді олардан күштісін көрсету керек. Шексіз құдірет иесі жаратқан иеміз нені көрсетеді? Әкемен анадан да адамды туғызам. Бірақ қалайша? Анаға байламастан. Аналардан күшті болу керек. Кімнен? Адамнан күшті болу керек. Кімнен? Иса алейхиссаламнан күшті болу керек. Осылайша пайғамбарымыз Әмен анамыздың құрсағында жатып, Әмен анамыздан азықтанбаған дейді. Құдіретін көрсетіп тұр. Адамның ішінде адамды не істей алам? Өсіре алам, тірі ұстап бере алам. Себебі туған кезде ешқайсы не кеспеген екен? Бағанағы кіндігін кеспеген. Кіндігі кесіліп туған. Тағы да пайғамбарымыз дүниеге келген кезде біз әбден 7-ге жеткенде, тіпті анау 13-14-ке келген кезде, 10 солды ажыратқан кезде неге отырғызып жатады бізді? Сүндетке отырғызып жатады. Жоқ, пайғамбарымыз дүниеге келген кезде сүннеттеліп туған. Енді осыдан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды жай бір кейіпкер, жай бір адам болған деп айта аламыз ба? Айтуға болмайды. Айтудан сақтану керек. Бір риуаятта оны атасы Абдул-Мутталиб 7-ші күні, 7 жылдан емес, 7-ші күні бір риуаятта не істеген дейді? Сүннеттеген деген көзқарас бар.
Демек, ең абзалы не? Ана 13-ке апарып сүннеттеген ба, жоқ 7 күннен кейін сүннеттеп тастаған дұрыс па? 7 күннен кейін. Неге? Себебі бала жас кезінде нені білмейді, ауырған білмейді. Есі ақыл тоқтатқан жоқ. Әлі бала, ана өсем дегенше не істеп кетеді? Емделіп, анау орнына келіп қалады. Мысырда көптеген араб мемлекеттерінде бала дүниеге келген кезде перзентханада босанған кезде не істеп тастайды? Сүннеттеп тастайды. Баланы қолға алған кезде балаң сүннеттеліп тұрады. Ең жақсы осы. Қайдан алған? Атасының ісінен. Екінші риуаятқа сүйенсек. Біріншісі қандай? Сүннеттеліп туған. Келесі. Енді бұл оқиғаны еркектер, яғни неге еркектердің аузынан жетпеген, неге кітаптарда келмеген? Себебі босану рәсіміне кімдер қатысады? Әйелдер қатысқандықтан. Әйелдер көп болмайды ғой, жерде 130 отырмайды ғой, 4-5 адам отырады. Сондықтан бұл оқиғаны көргендердің саны аз болғандықтан бұл оқиға терең анандай көне кітаптарда ғана нестелінген екен айтылған. Түсініңіздер ме? Амин анамыз өзінің аузынан жеткізген риуаят, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әдеттегі бала сияқты босан туған жоқ дейді. Басымен жоқ, қалай туды дейді. Туған кезде бірден жерге тізерлеп түскен дейді. Тізерлеп түскен, сәжде қылған сияқты тәрізді. Сосын екі қолын көтеріп аспанға қарап дұға қылған. Әдеттегі бала туатын болса, айқайлап, жылап, деп бәріміз солай келдік қой. Сосын анау кейбіреулер не істейді? Демала алмай қалады. Сол кезде не істейді? Дәрігерлер жаңа тудыра алғанда ұрады оның құйрығынан. Жыласын деп, жылатады әрдейі. Неге? Дем алсын деп, мына өкпесі ашылсын деп. Ол біз сондай неге ұшырап жатамыз, сынаққа. Бізге сондай амал жасайды. Саусағын тығып не кетіп қалмасын дейді, су кетіп қалмасын деп. Пайғамбарымыз ондайдан аулақ болған. Ондай кемшілік болмаған. Қалай туды дейді, оны Амин анамыз өзі жеткізген. Ол сира кітаптарында, тарих кітаптарында бар. Туа салысымен тізерлеп түскен бетіп. Сосын жоғары қарап, екі қолын көтеріп дұға қылды. Оны жоққа шығара алмайсыздар. Себебі міне дүниеге шыр етіп келе салысымен сөйлеген неше бала бар? Неше бала бар? Санайық. Тисе тиді, тимесе тимеді, болжамайық. Ең біріншісі кім? Ең біріншісі кім? Иса алейхиссалам. Сосын Фирауынның қызметшісі. Білесіздер ма Фирауынның қызметшісі? Анау шашын тарайтын. Сол азаптаған кезде айтты емес пе? Қазанға тастаған кезде не деп айтты? Шыда деді. Сол баласы. Үшіншісі Асхабул Ухдуд, Құранда келген. Ухдуд деген не? Адамдар. Бәрі үлкен ор қазып тұр, бәрін отқа лақтырады. Сол кезде құрсақтағы бала, омыраудағы бала не деп айтады? Анам сен ақиқаттасың, секір дейді. Үшіншісі бұл, дұрыс па? Төртіншісі кім? Юсуф алейхиссаламның куәгері. Юсуф алейхиссаламның куәгері. Зулейха 7 есікті жауып, Юсуфты кіргізіп алғаннан кейін азғырмады ма? Сұлу болғандығы соншалық Зулейха басынан кетіп қалды емес пе? Бірақ Алланың қалауымен ол қашып шыққан кезде кілттеулі тұрған, құлыптаулы тұрған, құлпы жоқ нәрсе, есіктің барлығы бисмилля деп қолын созған кезде ашылып кеткен. Соны Зулейха көрмеді дейді. Неге? Сұлулықтан көзі не қылып қалған дейді? Көр болып қалған, көз көрмей қалды. Яғни ана мағынада. Ақиқатты көрмеген соншалық. Сөйтіп 7-ші есікті бисмилля деп ашқан кезде сол есіктің алдында кім тұрып қалады, кім келіп қалады? Мырзасы, қожайыны келіп қалмай ма? Сол кезде не болады? Зулейха өтірік жала жабады ғой, мынау мені азғырмақ болды, зорламақ болды деп. Сонда кім айтады? Юсуф алейхиссалам, маған куәгерлік ететін кім бар дейді? Ана жақта кеше ғана қызметшілердің арасында бір әйел босанған еді. Сол баланы алып келіңдер дейді. Кеше ғана босанған. Соны алып келген кезде айтады ғой, Алланың есімімен сөйле дейді. Сол кезде айтып бермей ма? Үкімді, бағанағы тығырықтан шығаратын үкімді айтып бермей ма? Егер артынан жыртылған болса, онда әйел өтірік айтқан. Алдынан жыртылған болса, Юсуф өтірік айтқаны деп ақиқатты айтып бермей ма? Юсуфтың куәгері дейді оны. Міне 4 адам. Сосын 5-ші кім? Журайш деген Исраилдің кезінде өзіне шатыр арнап тек құлшылықпен отырған бір пенде болады. Журайш Сахи Муслимде келеді ғой, Бұхарида. Анасы келеді ғой, балам деп 3 рет келген. Анам, балам деп біз бір қызметке жұмсамақ болғанда, Журайш не істейді?
Я Раббым, намазым ба жоқ, анам ба дейді. Сөйтіп намаз оқып кетеді. Я Раббым, намазым ба жоқ, анам ба дейді. Сөйтіп намаз оқып кетеді. Сонда анасы не деп айтады? Я Алла, мына балама не бер дейді. Сынақ бер деп айтпай ма? Қор қыл дейді, яғни масқара қыл дейді. Осыдан ғалымдарымыз не деп айтты? Нәпіл намаз оқып жатқан кезде намазыңды бұзып, кімге жауап беру керексің? Анаңа. Ананың ақысы жоғары тұрады. Сосын не істеді? Алла тағаланың жіберген сынағы, бағана Исраилдықтар жиналып отырып, бағана Жүрайжды не істеу керек деді? Азғыру керек деді. Оны қалайды құрту керек. Сол жерде бір жаңағы жеңілтек әйел өтіп бара жатып естіп қалып айтады ғой, мен сендерге сол сендердің мақсаттарыңды орындап берейін, маған берсеңдер болды дейді. Сонымен не істейді? Ол сұлу болған Жүрайжды барып азғырмақ болады. Бірақ Жүрайж азғыруына не істемейді? Түспейді. Сосын не істейді? Айласы біткеннен кейін бір таудың басында қой бағып жүрген бір қойшыға барып қосылады, содан жүкті болады. Бала босанғаннан кейін бағана Исраилға келіп айтады, мынау кімнің баласы? Жүрайждың баласы деп жала жабады. Сосын Исраил бағана жиналып кеп, Жүрайждың бағана өзіне арнаған үйшігі бар еді, құлшылық орнайды, соны құлатады, оның өзін бытшын шығарып тебейді. Сол кезде кім айтады? Жүрайж, тоқтаңдар, маған уақыт беріңдер, мен өзім дәлелдеп шығайын. 2 рағат намаз оқиды, сосын барып бағана несі бар ғой? Намаз деген өзінің құлшылығы, сосын несі бар ғой? Бағана баланы алып келіңдер дейді. Баланы алып келгеннің бетін оқып, не деп айтады? Алланың есімен ақиқатты айт дейді. Сол кезде сөйлемей ме? Кімнің баласымын дейді? Ана қойдың басында жүрген қойшы баласын деп айтып береді. Міне, 5 бала болған. Неде сөйлеген? Омырауда жатып немесе дүниеге келе салысымен сөйлеген. Сонда мыналар сөйлемейді, мыналар сөйлеп кетеді. Айса алейхиссалам сөйлеп кетеді, соның үшін пайғамбарымыз сөйлей алмай ма не? Пайғамбарымыз одан да артығын істейді. Дүниеге келген кезде тізесімен түседі де, қолын жайып аспанға дұға қылған. Міне, біз сол кісінің үмметіміз. Бізге мына қарапайым бізге әлсіз болған, аз өмір сүретін, дүниеге батып кеткен бізге кімді бере салған Алла тағала? Пайғамбарымызды бере салған. Әйтпесе мыңдап өмір сүрген қаншама адамдар өтті. Бізден мықты болған. Біз не істедік? Сөйтсек, біз пайғамбарымызды, сондай нығмет болып келген пайғамбарымыздың есімін білмейміз. Қарапайым нәрселерді білмейміз. Дүние, мансапқорлық жүрміз. Пайғамбарымызды оқу, өткенде сабақтың басында айтқан едім. Ол ілім, діннің бір бөлігі дедім. Қай жағынан? Сенімнің бір бөлігі бұл. Бұл ақида. Себебі ақиданы алып келген кім? Пайғамбарымыз. Құрандап келген кім? Пайғамбарымыз. Алланы танытқан кім? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Демек, Алланы тану үшін, мейіріміне жету үшін кім керек? Әлбетте пайғамбарымыз керек. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى التوفيق والسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.